Саламатсыздар ма? Сіздермен мен Серікгүл Медетбайқызы, каналыма қош келдіңіздер. Алдымен тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Бүгін сіздерге мен алдыңғы видеода көрсеткен қалдық ленталардан құрақ түрін көрсеткен болатынмын. Сол құрақ түрін бүгін сіздерге құдық құрағымен біріктіріп, автокөлікке немесе орындыққа көпшік тігу тәсілін көрсететін боламын, немесе көрпеше дейді. Құрақ құдықтың астары бөзге тапталып тігілген, шетіндегі құрақ сәтенге тапталып тігілген. Құрақ құдық қалай тігіл тәсілі менің алдыңғы видеоларымда бар, каналыма кіріп, соны көрулеріңізге болады. Бұнды жерде де қалдық маталарды пайдаланамын. Осындай шеттеріне қойып шығамын. Қысқа маталар бар арасында. Соны мен сіздерге қазір қалай қиып, қалай пайдалану керек екен көрсетіп өтемін. Үш бұрышына, үш қатарына түгел жетті да, шеткі біреуіне матаны қысқа мата сәйкес кеп қалды. Соны қазір сіздерге қалай тігіп біріктіруін көрсететін боламын. Екі матаны қиғашынан қоясыздар, бірінің үстіне бірін түйреуішпен түйреп аласыздар, өйткені бұл велюр болғаннан кейін жылжып кетеді. Бірақ матаны қосатын кезде түгі бірге жату керек, соны қадағалайсыздар. Төмен қарап тұру керек, немесе жоғары қарап тұру керек. Екі бұрышын сызып аласыздар бормен. Сол бордың сызғанның үстімен екі шетін бекіте отырып тігіп аласыздар. Тура бордың үстімен тікпесеңіздер қисық шығып кетуі мүмкін, сондықтан бордың үстімен туралап тігуге тура келеді. Шетінен артық жерін қиып аласыздар. Мына қалған үш бұрыш олда маған келешекте керек болады. Осындай болды. Енді ортасына, шеттеріне қоятын матамызды барлығын түйреп алуымыз керек. Бұл жерде де бәрі екі маталар түгі бірін-біріне жатқан кезде түгін қадағалайсыздар, бір келкі жату керек. Мен әр құрақ тіккен сайын осыны сөзді айтуған жалықпаймын, өйткені қанша көп жерлерде көріп жатам, жаңағыдай қонаққа барғанда, я басқа бір жерге барғанда, құрақ тіккенге түгі екі жаққа қарап жатса, матаның көрпешенің түсі кетіп қалып жатады. Сол кезде мен байқап жатам, ойбой, мынау дұрыс тігілмеген екен ау деп, кәдімгідей қынжылып қалатын жағдайлар кездесіп жатады. Сондықтан міндетті түрде әр құрақты, әр блокты тіккен уақытта, әр лентаны салып отырған кезде түгінен шатаспауға тырысыңыздар. Екі шетін тігіп алдық. Енді тағы екі астыңғы үстіңгі жағын тігесіздер. Артық жіп болса, артық мата болса, оны мейлі астар болса, ған жағдайда да қиып отырыңыздар. Бұл енді ұзыннан қойылатын мата болғаннан кейін мен түйремеймін, бірақ негізі сіздер түйреп алуларыңызға болады. Енді бұл жерде мен мына ненің размерін байқап отсаңыздар, өлшеген жоғым, ешқандай өлшеген жоғым. На глаз дейді ғой, примерно. Солай жасап отырмын. Өйткені мен нелерді үстіне қойып, қанша керек, соны примерно жасап отырмын. Неған жоқ, ешқандай сызғыш, ештеңе пайдаланып жатқаным жоқ. Сондықтан келешекте сіздерде сөйтіп жасай берулеріңізге болады. Енді астарына мен енді бұл да қалдық, менде жаңа құрақшы болғаннан кейін қалдық маталар өте көп. Мынау бамбук мата астарына. Бұны да үстіне қойып, астымен бірдей қып өлшеп, артық жерлерін қиып аламын. Қайшымен артық жерлерін қиып аламын. Сәл 1 сантиметр, төрт жағынан 1 сантиметр сәл артық қиып алу керек, өйткені тігіп жатқан кезде бүрісіп қалуы мүмкін, жетпей қалғаннан артық жатқан дұрыс. Мына шетіне кішкентай жерін үш бұрыш қиып алып, соны
белгілеп тігіп жібереміз. Осындай тігіп аласыздар. Қандай өстіп, бұл енді бұл мені көпшікті мен сатуға тігіп жатқаным жоқ, өзімнің жұмыс орныма, отыратын орындығымның үстіне тігіп жатырмын. Сондықтан өлшемей жаңағы мына замоктың өзін мен, бұл да замокта бір жастық тыстан тысы тозып, содан қалған замок. Сондықтан мына түсі сәйкес келмесе де өзіме салып жатырмын. Замоктың сабачкасын жұлып аласыздар да теріс айналдырып, қайтадан теріс айналдырып өзіне кигізесіздер. Сол кезде тіккен кезде оңай болады. Тіккен кезде шығып кету қаупін аласыздар. Мінекей мынандай кері айналдырып жүргізіп аласыздар. Сол кезде замок салған кезде мына пайдаланады, жуылады, сол кезде шығып кету қаупін алдын аласыздар. Замоктың менің тігетін арнайы лапка болады. Сондай лапкамен тігесіздер, бір аяқты, бір ақ тісті. Сол лапкамен тігесіздер. Бергі шетін бамбуктың, енді мен астарынан бастап тіген деп жатырмын, астары. Бамбук матадан шетінен қайырып аласыздар да. Бергі шетін инемен қадап алыңыздар міндетті түрде. Әйтпесе жылжып кетеді, жылжып кету қаупі бар. Бер жағынан бастап тігеміз. Тістеріне жақындап тіге беріңіздер, өйткені бұл өзі арнайы лапка болғаннан кейін ол үстіне мініп кетпейді. Егер сіздерде арнайы лапкілеріңіз жоқ болса, лапканың бетін, бір жақ бетін жаймен замоктың бетіне, тістерінің бетіне жай қойып отырып тігуге де болады. Бірақ оны жаймен тікпесеңіздер үзіліп кетеді. Сондықтан абайлап тігіп отыруларыңызға болады. Неке шетінен қайырып отырып өйстіп бір тігіп өтесіздер. Енді екінші бет жағын тігеміз. Бет жағында дәл сол тәсілмен тігесіздер. Инені қадап, матаны шетінен қайырып отырып, замоктың тістеріне лапканы жақындатып отырып тіге бересіздер. Осылай замокты тігіп аласыздар. Артық жерлерін қиып алып тастайсыздар. Енді үстімен астарын туралап отырып, төрт бұрышын инемен қадап аласыздар. Мынандай инелеріңіз жоқ болса, көктеп алуға да болады. Көктеп алсаңыздар да болады. Енді мен көп жерде көктемеймін, енді өзімде ине болғаннан кейін осындай булавка дейді бір жерлерде. Осымен түйреп отырам. Түйреп отырып тігем. Үлкен көрпеше болса да, қандай нәрсе болса да, өстіп инемен түйреп отырып тігемін. Тартып отырып өстіп түйреп аласыздар. Лапканы ауыстырып аласыздар. Кәдімгі өзімде, менде тефловый лапка. Бірыңғай, енді мен каналымды көріп жүрген кісілер болса, мен осы лапкамен бірыңғай пайдаланам. Енді бұны да көп пайдаланып отса, бұның да табаны женіп қалады. Сондықтан бұны запаспен алып қоюға да болады. Айналдыра тігіп өтесіздер. Алдыңғы видеоларымды қарасаңыздар, осындай қалдықтан тіккен бір-екі сабақтарым бар, мастер-класстарым бар. Жаңағындай амандасу құрағында мен осындай қалдықтармен тігем көбіне. Кешегі осы мына шетіне құраған құрақтарда ол кәдімгі қалдық ленталардан құрастырып тігілген құрақ. Сол видеоларымды бір көріп өтсеңіздер, сол шетіне салынған құрақтар қалай тігілген көрінетін болады. Мінекей. Қандай әдемі көпшік болды. Енді мен алдын ала мақтасын салып, өстіп көктеп алғанмын орындыққа. Дайындап көктеп қойғанмын. Енді сіздердің уақыттарыңызды алмайын деп. Осыны ішіне саласыздар. Жууға оңай болсын деп мен қандай көрпеше болсын, сатин көрпешеде арасында тігіп жатамыз. Барлығына замок салам, замок салып, шетінен бірден сырт шешіп алып, жуа беруге ыңғайлы етіп, мен замок салам барлығына. Бұған да кішкентай көпшік болса да, осыған да замок салып. Енді ол өзіме болғаннан кейін онша бір
замогын подбирать етіп цветін істеп өткенім жоқ. Қолда барына базар деп қолдағы бар нәрсемен жұмыс жасап жатырмын. Сіздер де сөйтулеріңізге болады. Арнайы магазинге жүгіріп, базарға жүгіріп іздемей-ақ, өйстіп қолда не бар, сонымен жұмыс жасай берулеріңізге болады. Егер астарына сәйкес мата келмесе, цветной шыт сатин сала берулеріңізге де болады. Міне осындай әдемі көпшік шықты. Бұл енді келін көрпешеге келмейді, шағын көрпеше, сондықтан бұл орындықтарға ғана келеді. Негесе автокөлікке келеді. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер, әрине тіркелуді ұмытып кетпеңіздер. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет, сау саламатта болыңыздар.